Бәріне сәлем, Қазақстандарға қош келдіңдер. Мен қазір гештальт жабу дейтін нәрсемен айналысып бастадым. Гештальт жабу дейтін кім біледі? Қалғандарында нөл, гештальт туралы деген. Так, гештальт жабу деген не? Гештальт жабу дейтін сенің кішкентай кезіңде орындалмай қалған арман мақсаттарың. Сен оны орындасаң бүйтіп өзіңді ыңғайсыз сезінесің, біртүрлі болып қаласың деген сияқты. Короче, кішкентай кезіндегі нәрселердің барлығын жабу ғой, гештальттар. Мысалы үшін, менде қандай гештальттар бар? Өзімнің комнатам болған қалағам. Гештальт па? Гештальт. Кімнің өзінің комнатасы болған кішкентай кезінде? Бәрінде бар екен ғой бұл гештальт, Ол қайдан пайда болған? Ол біздің детский травмамыз, ол американский кинолардан пайда болған. Американский киноларда «Джон, проснись!» деп сыртынан қақып тұрады. «А то я зайду, а то я зайду!» Ой, не деген күшті? «А то я зайду» дейтін не деген күшті сөз. Еще ана өздерінің кроваттары болады, бүйтіп машина сияқты домалақ бірдеңелер, өзінің комнатасында андай комп ойнап отырады, бүйтіп. Соны хочу мен де. Мен өзім жеке комната болған қаламын. Өйткені мен бір комнаталы үйде тұрғам. Ол жерден никак гештальт жоқ. Ол жерден жаба алмайсың ештеңе. Әркімнің өз комнатасы, гостиный, спальный, кладовка бәрі бір комната. Просто бір комнатада мама, мен қарындасым бір-бірімізді күнде 24 сағат көресің. Туалетке кеткен газда ғана 5 минутта саған қалдық, қалайсың. Бір комнаталы үйде тұру дейтін там коридорда бүйтіп өтетін ғой бір-бірімізді. Қайда бара жатсыңдар? Кухняға бара жатсыңдар ма? Зато комфортно бір комнаталы үйде тұру. Қазанды алып берші. Телевизор қайда тұр? Міне тұр. Телевизорға пульт любой жерден ұстайды. Бүйтіп отпайсың. Любой жерден бүйтіп қоса сал, болды. Телевизор қосылады сенің. Личное пространство жоқ. Мен сол үшін кухняны өзім личное пространство деп алып алдым. Біз кішкентай кезімізде мен Лига чемпионов көретін, мамалар турецкий сериал көретін. 12-ке дейін турецкий сериалдың бәрі бітетін да, Лига чемпионов басталатын кезде жалғыз өзің телевизор көріп отпайсың ғой ұйықтап отқан кезде. Телевизорды құшақтап алатынмын да. Ол кездегі телевизорлар қазіргіден мынандай емес, арты бар бүйтіп. Бір шкаф қой анау. Бүйтіп көтеретінмін да былайнан. Мына жеріме салып алатын бүкіл күшті. Осылай кухняға дейін барам да, бүйтіп қоямын, сөйтіп көремін да, таңертең обратно апарасың. Кішкентай кезімде осындай бір жұмыспен айналысқан бүйтіп қоятын. Бір комнаталы үйде тұрған, бір минусы қызбен сөйлескім келеді ғой. Никак. Сен қызбен сөйлесіп отқан кезде қыз ойлайды, сенмен сөйлесіп жатырмын деп. Ол мен мамамен, сестренкамен, үшеумізбен сөйлесіп жатыр. Просто қалайсыңдар, жақсы өзің қалайсыңдар деген сияқты. Мамалар қасымда тұрады бүйтіп. Не деді деген сөз жоқ, өйткені естіп тұр бәрін. Ол қызбен біраз сөйлесіп жүрдік. Оказывается, ол қыз тоже бір комнаталы үйде тұрған екен. И оның папа мамасы тоже естіпті. Былай қарасаң, отбасымызбен араласқанбыз екеуміз. Онлайн құдалық қой, короче, андай бір-бірімізбен араласқанбыз. Бұл бір гештальт. Мен қазір 2 комнаталы үйде тұрам. Бір комнатасы өзімдікі. Бір комната гостиный. Ол Луидікі. Короче, күшті. Бір гештальт жабылды. Бұл енді оңайлау ғой. И екінші гештальт менде бренд киім алу дейтін гештальт бар еді. Өйткені бренд как будто андай алсаң ысырап сияқты ғой. Мама ұрсады сияқты, неменеге алдың деп. И мен бренд киім алуды бастадым. Есентай молға бардым. Есентай там апорт молға бар, бренд гештальт жабу дейтін жоқ ол жерде. Наоборот, новый гештальттар ашып барасың. Гештальт жабу үшін Есентай молға бардым. Сөйтіп бутикке кірдім. Бір футболка таңдадым. 120 мың теңгеге. Мама 12 футболка алатын еді ана жерден. 10 футболка 12 мыңнан алатын еді. Әжем 3 мың теңгеліктен 40 алатын еді, короче. Сондай жер. Мен киіп көрейінші осы. Гештальт жабу керек қой, бүйтіп ішінде галочка қою керек деп есептедім да, сөйтіп киіп көрем, L-касын аламын өзімнің үлкен размер. Өмір бойы кием ғой енді оны. Сонда да бедный мышление тұр ғой мына жерде. Киіп ал, до конца кездің өміріне дейін деп. Сөйтіп L-касын киіп тұрмын. И сразу аласаң ұяттанам, былай қарап тұрмын, бүйтіп 15 минут былай қараймын, бүйтіп қараймын, 10 минут тұрмын, 15 минут тұрмын. Консультант бүйтіп қасыма келді да, гештальт жауып жүрсің ба сен?
бағанан бері таңдап тұрсың че то дейді. Байларды қарашы қалай алып кетеді. Анар бүйтті да бүйтіп үстіне бүйтіп көрді да. Нормально, я беру дейді да. Қалай беру сен? Ана үйге барып киіп көргенде болмай қалса ұят қой. Дейтін да. Может басқа гештальттар жабам деп есептедім да, короче. Өзімнің компьютерім жинаймын дедім. Мен кішкентай кезімде компьютер болғанды армандағам. Компьютер болу дейтін мега байларды алады деп ойлағам. Типа өзіңнің компьютерің бар адамдар невозможно ондай адам болу дейтін. Сөйтіп компьютер жинайын деп шештім. Примерно бір 700 мыңға шықты. Футболка дұрыс-ау дедім да. Что-то андай қымбат екен мына гештальт. Бұл гештальтты жаппай қойын лучше. Футболкама жұмсайын дедім. Сөйтіп көп гештальттардың барлығы неден пайда болады? Ол кішкентай кездегі детский травмалардан. Сенде анау жоқ, мынау жоқ, анау жоқ, сосын гештальт болып қала береді. Короче, ұлдарда мынандай гештальт бар еді. Бәріміз хаммер алғымыз келді ғой. Хаммер деген қыздар түсінбейтін шығар. Хумер деп жазылады. Хумер дейтін машина білмеймін. Просто хумер айдағымыз келген. Просто хаммерім болса екен, осылай айдап жүрсем екен дейтін. Бұл бір гештальт. Сосын мынандай гештальт бар. Стеклянный кол ашу дейтін. Жаңа жылда всегда рекламалар болады ғой бүйтіп. Тыңғылдырың деп ұстау керек та. Деп ашады да. Соны ішкім келетін ғой кішкентай кезімде. Біз өлдім 2 литр кола алатын ек қой. Бәріңе кішкентай стеклянный андайларға салып береді, кеселерге бүйтіп. Соны рахатын ішіңдер деймін. Мен ананы алғым келеді, ананы алсам, как будто мама келіп, неменеге аласың? Неменеге? Деп бүкіл ұрысып тастайтын сияқты. Сатып алдым, ішіп көрдім. Тема. Гештальт орындалды бір. Түсіп кетіп қойдым. Сөйтіп бір гештальтымды орындадым. Пока что арзандарын орындап жатырмын. 2000 теңгеге дейін орындадым. Сондай. Ана футболкалар ауыр болып кетіп жатыр да өйткені. Бірақ гештальт жабу, гештальт дейтін негізі тек ақшамен ғана емес. Ол андай басқа да андай заттар бар ғой. Так, кімнің қандай гештальты бар айтыңдаршы. Давайте сөйлесіп көрейік. Психотерапия бізде. Детский бір армандарыңды айтыңдар. Так. Қалай? Слайм алу. Арзан екен тоже гештальт. 300 теңгелік. Ол не слайм дейтін? Біріншіден, не ол? Антистрессовать етіп жүріңдер ма сол кішкентай кездерінде? Так, басқа қандай гештальт? Жалғыз өзім бір коттеджде тұру. Не деген эгоизм. Әйелің ше қасында отырған. Сен тойда да жалғыз өзің істейсің. Бәрін жалғыз өзің. Жалғыз өзің бір коттеджде тұру. Зиндомадан қалып қойған ба? Ол уже фобия ғой, брат. Сен жалпы терминдерді білмейтін сияқтысың, ә? Гештальт бөлек, фобия бөлек. Дисквалификация деген не? Дисквалификация дейтін андай торт жеу ғой дейтін. Сондай бірдеңелер ойып тұрғансың. Так, басқа қандай? Фобия деп о. Сен қандай сектаңа кіріп кеттім мен. Басқа қандай гештальт болды? Бәрің әйтеуір бақытты екенсіңдер, ә? Қалай? Есікті теуіп қашу? Полицейскийді теуіп қашу? Мынау статья уже. Сосын теуіп, сол сен орындалмай қалған арманың ба? Қиын мынау. Бізде оны басқашалай өткізетін бүйтіп. Біз 3 бала 5-ші этажға көтеріліп бара жатамыз ғой, ә? 3-ші этажда біреудің есігін қағасың да, короче. Жүгіріп өтесің, ә? Ана біреу қап қойды соңында. Соған ашып тұрды. Че ты стучишь? Вот осындай гештальт болатын бізде. Оны орындадық біз, всегда орындайтынбыз. Басқа қыздарда қандай? Мен қыздардың ойын білгім келіп тұр. Армандаған жоқсыңдар ма кішкентай кезіңдерінде? Барби болсам екен деген сияқты. Ау? Қалай? Приют ашу? Бездомный кошықтарға приют ашу? Изабелла, қайдан келдің сен? Приют деген сөзді мен 26-ға келген кезде білген шығармын. Приют дейтін база жоқ сен. Жақсы өсіпсің, ә? Приют дейтін гештальтың болса не деген бақыттысың сен. Так, сізде? Егізім болған қаладың. Мынау уже қиял болып кетіп барады ба сен? Сен мына орындай алмайсың никогда. Айнаға қарап орындай аласың.
бір кестегенін істеп мынау қиындау екен сенікі. Жалпы гештальт деген сөзді түсінбейді екенсіңдер жартысын, иә? Бір приют деп кетті, қайырымдылық қой ол. Жұма күні ақша жіберіп тұр асарумеге. Сол приютың болады сенің. Так, мына жақта енді сіздікі близнецы деген қойып кеттіңіз сіз уже. Ағам болмаған даже, иә? Ағам ғана бар. Қыз адам жоқ. Сол егізге алып келдің ба именно сол? Басқа қыздар вообще өзім сияқты біреу болса екен, болды, басқа ешкім болмаса екен. Ужас. Эгоисттер көп екен, иә бүгін? Так, басқа қыздарда қандай? Приют, так. Мен сурет салғанда армандадым. Осы жылы сурет салуды үйреніп, 5 картина салдым, соның 3-еуін саттым, ә? Тағы 2-еуі бар ма? 3-еуін сатып алған кім екен ол? Бірінші жыл суретші болған адамнан 3-сін десең. Так, не салдыңыз суреттеріңізде? Тау, күн, жылқы. Бәріміз салатын нәрсе салыпсың ғой, ә? Біздің кішкентай кезіміздегі. Я, күшті. Қалған 2 картина өтіп кетсін әумін. Біздің мышлениеміз соншалықты тар екенін мынадан білуге болады. Кішкентай кезімізде сурет салатын қой. Өздерің біліңдер сурет салыңдар дейді. Бәрі бүйтіп тау. Бұлттар. Ана жағынан бір күн шығарып қояды да. Таудың ұшынан не ағу керек, өзен ағу керек. Ол өзен кішкентай болып басталады да бүйтіп. Мына жаққа дейін арбиып кетеді. Сосын андай умниктар бар. Өзен жағасында тастар болады ғой. Тастар қояды да, сөйтіп қазан жағады, киіз үй қояды, бүйтіп. Ешкім басқа сурет салмаған ғой. Бәрі соны салады, айналып келіп. Қазан, жылқы салады. Сосын ең оңайы не салу керек? Құс. Біз осыны армандаймыз. Ужас. Сосын жігіттер, біз машина салатын ек қой. Машинаны тек бокым салатын ек қой. Просто жанынан тұрады былай машина. Никогда былайынан салмайды. Өйткені былайынан салған кезде машина соғылып кетеді да бүйтіп. Симметриясы кетіп қалады. Чисто былайынан. Мен солай кіріп кеткен бағана таксиге. Ужас. Жалпы гештальт жабу дейтін қиын нәрсе да. Өйткені өмір бойы өзіңе позволять етпеген нәрсені позволять еткен кезде типа ыңғайсыз сезініп қаласың да бүйтіп. Бола ма бұлай? Ұстап көрші деп. Маған бір досым Nike'тан 125 мыңға кроссовки алып береді. Өзім никогда алмайтын. Досым Nike'тан аяқ киім алып береді. И мен ананы киюге қорқам ғой. Басында. Кейін десем, жыртылып қалады жақты сразу келіп біреу ағаш пышақ тығып. Сен ондай нәрсе киюге лайық емессің. Барда флодан ал. 80% скидка отыр. Дейтін сияқты. Ужас. Мен қорқамын гештальт жабудан. Өйткені гештальттардың бәрі қымбат. Но бұйыртса бәрін жабамыз. Әйтеуір келе жатыр. Соңында бір просто жыныма тиетін нәрсе айтып кетейінші. Андай нервың ұстап кететін нәрселер болады ғой. Неге өйтеді? Неге дейтін нәрсе. Менде мынандай нәрсе бар. Қазақстан дауысында конкурсант ән айтып атқан кезде ән айтып атады. Жарқыраған үніме мына жақтан жөрелер үміт оты күнімді жалғайсың қадірлі нұр ойнаған алшы дейді ғой анау дидарыңнан алды дейді да бассайшы енді алса. Просто до конца. Сөйтіп, соңында қыз ба, ұл ма? Не, туалетке кірейін деп жатсың ба, сен не істейін деп жатсың? Дауысын айтсайшы дейді. Сен таңдауың керек. Саған келіп тұр. Мен ба? Дейді да.
соңында баспайды. Бұрылады, тамаша айттың, өте керемет, күшті. Баспайсыңдар ма? Не істеп отырсыңдар? Ананы түк етіп басшы, сөйтіп. Болды, анау бақытты болып кетеді. Просто жағаласып отырады бүйтіп. Ән тыңдайын десең, деп. Барып бүйтіп. Бірақ нәрсе ғой, бірақ кнопка. Көп нәрсе болса екен, ананы басып, соңынан барып кнопка болса, түсінетін да. Бүйтіп ми ашып отыр-ау деп. Тыңдап отырады да. Қыз ба, ұл ма? Кімге ұқсайды анау, кімге деп? Міне ми ашып кетеді ана жерде. Анау ән айтып жатқан бала просто қобалжып өміріндегі бірінші шансы ғой деп ән айтып жатады да, бүйтіп аналар басқа әңгіме айтып отыр. Сосын мен ол жерге өзімнің досымды жібергім келеді. Менің досым Қазақстан дауысының жюрилігінде отыра алады. Өйткені мен любой жерде ән бастасам, өзіңді десем, ана жақтан ойлай берем айға қарап. Сен Қазақстан дауысына бар да, просто бүйтіп отыр, ана кнопкаға жетпей. Бүйтіп ана жерде ата-аналары бүйтіп, ұлым өте ме екен, өтпей ме екен деп жатқан кезде қасына барып тұрады кнопканы. Бүйтіп отырады да, әй бұның тағдырын баспай шеше салайын дейтін. Сол кісілерге өтінішім, интрига барлығын түсінеміз. Просто ән тыңдайық, или басыңыздар өтіп кетсін ана кісі. Просто Қазақстан дауысында мынандай этап бар ғой. 4-5 этапта бірге айтасыңдар ғой. Шығып конкурсантпен қатысушымен бірге айтасыңдар, сол кезде айтасың, шыдай тұршы чуть-чуть деп. Просто мынандай варианттар бар. Қазақстан дауысында қараңдар. Бүйтіп қазақша ән айтады. Өзіңді аңсап өтеді көк деп айтып жатады. Ол кісі сияқты айтып жатқан жоқ. Жұбанышқа жетпей тұр деп, жұбаныштың ән айтып жатса, жұбанышқа жетпей тұр дейді. Өзі ғой басқаша ән айтып отыр. Сосын или біреу кетті. What I gotta do to make you love me десе, неге қазақша ән айтпайды дейді. Егер қазақша ән айтсаң, қосылып отырады. Мен Қазақстан дауысына барсам, күшті бір ход бар. Әннің текстін өзгертіп барам. What I gotta do, өзіңді аңсап. What I gotta do, келемін ай деп. Аналар, не істеймін? Ұл ма қыз ба? Ұлмын мен жігітпін, созалам барлаған деп. Ана, не айтамыз біз? Кнопканы бас. Рахмет, менде осы, аман сау болыңдар.